Мен де енді өзім любимый шар наборды қолданамын. Біз бірінші бетімізді сулап аламыз. Су қан жылым болу керек. Қан жылым болу керек. Не мұздай болмау керек. Тітіркенеді, біздің кожамыз тітіркенеді, мышцамыз тітіркенеді. Сосын жуған уақытта постоянно судың энергиясы былай қарай жоғары қарай жуамыз. Сосын мойынды ұмытпаймыз. Көпшілік бетті жуады да, мойынға питание бармайды, сәл басып болады. Осылай жуылдырамыз. Сосын гелімізді аламыз, міне қараңыздар. Гелді алдық, оны қолға, сразу бетке емес, қолға дайындап алу керек. Бетке апармаймыз, міне. Көпірттік, міне шамалы. Сосын мойын, міне. Жағып аламыз мойынға. Сосын костяшка дейміз ғой. Бетіп жуамыз, міне. Мына жерлен былай. Төмен жағын костяшкамен, сүйектің астынан кішкене ненің сүйегі бар ғой, соны былай жуамыз. Жоғарғы жағын былай жуамыз. Сол кезде бетіміздің ісінуі кетеді. Өйткені уже массаж жүріп жатыр, Сулап аламыз. Жағын жуамыз. Кеңірдекке баспаймыз, міне. Мойынға әжімсі не өткен дұрыс. Осының өзі массаж ғой күнде. Массаж тек қана бетті ғана жуа салады. Көпшілігі қайтып жатқан ғой. Енді должна костяшкамен бетіп міне қараңыздар. Оңға бұрыламыз басымызды, солға. Сосын бетеміз міне. Сосын бір оғымызбен. Сосын бетеміз, костяшкамен. Ортаңғы ось жерін. Сосын екі жаққа қарай. Бетімізге кішкене гель аламыз. Сосын жуып бастаймыз. Распределение жасап. Енді ек бар ғой, ек. Осы жерде көбінесе бетіп жуған уақытта терең жуылмайды. Сол үшін бетеміз. Носогубный скаткадан мына жерде угларда дейміз, содан жоғарыға көтереміз. Екі, үш, сосын мұрын, міне. Мұрын, төмен жағы мына жерде былай. Жоғары былай. Үшінші, төртінші. Беткен келсе, кішкене ғана вибрация жасаймыз. Осы жерге бізде жиналады да, мұрнымызда кетеді. Бір-біріне өтеміз. Сосын тоже костяшка дейміз, сүйекпен ұрттық. Осы аумақта ғана былай көтермеңіз бетіп. Осы жер. Сосын жевательный мышца келеміз. Жоғарыға өт. Сол кезде көрдіңіз бе, ішке қарай емес, сыртқа қарай міне. Сонда тері тазарады. Шаңнан, майдан, кірлерден тері тазартадымыз. Сам себе косметолог деген осы міне қыздарым. Тағы алақан жалымызды көтереміз. Құлақтың жаны. Құлақтың жаны. Көзін айналысы сосын. Егер де көзіңізде туш болса, жоғары қарайсыз, бірақ көзін жұмып тұрасыз бетіп. Жоғары қарап тұрасыз, көзін жұмғанда бетіп. Ресничный край дейміз, неге жақындатамыз. Маңдайды қатты көтермейміз, бетіп жиырмаймыз. Жоғары қарап. Енді төмен қараңыздар. Енді айналдырамыз бетіп. Көздің алмасы бар ғой, соның жанынан бетіп, мына жерін
шұңқыр бар ғой, соның жағынан бүйтіп жүреміз. Сол кезде көз айналасында әжімге, көз көру қабілетіне терең тазарып бір жағынан. Сосын межбровка жоғары төмен сулап аламыз. Жоғары төмен маңдаймыз. Сосын былайынан. Тағы жоғары төмен. Ортаға келеміз, осылай тұрамыз. Сосын жуамыз. Көп болғаннан кейін, аптасына бір рет, осылай күнде жуасыздар ғой. Енді аптасына бір рет ыстық суға салып алып, мынандай махровый полотенце дейміз, иә. Сол кезде өте жаңа нелер ашылып, порлар ашылып, сол кезде біздің креміміз күшті сіңеді. Сол бүйтеміз, қоямыз да, и демаламыз. Сонда да бетімізді булаймыз ғой, немен ромашка, бір көк шаймен, сонымен бірдей болады бұл. Вдох, выдох жасаймыз. Сосын аламыз да, мұрыннан бастап бүйтіп тазартамыз. Мочалка, ешқандай мочалка, мысалы баняға барғанда мочалкамен ысып атады. Мочалкамен болмайды, тітіркен еді біздің, сол үшін махровый міне. Егер мочалкамен жақсы көрсеңіздер, бетті ысқанды не осылай жасасаңыздар болады. Осының өзі күшті процедура ғой. Содан кейін, мысалы, қандай маскаларыңыз бар? Мысалы, айтып жатсыздар, кеше не бар деп. Мынандай маска бар деп жатсыздар, е? Бұндай масканы біз, мысалы, қазір көрсетемін. Мынаның маскасын жақсаңыздар болады, қазір көрсетемін, оны қалай жағатынын, любой масканы. В общем, үй жағдайында маска болсын. Өзіңізге бір аптада косметолог боласыз ғой, сол кезде маска жасаңыздар обязательно. Міне қараңыздар. Осылай қойып алғаннан кейін төменнен бастап былай қарай бүйтіп эфир тоқтап қалды. Кері байланыстыра жүрейінші қыздардан. Жаңа біреу звондап қалды дейтін, әлі марафонға тіркеліп жатқан қыздар звондай берме. Тоқтап қалған жоқ па қыздарым, айтып жүріңіздерші. Сабақ. Қыздарымыз связь тексеріп жүрекші, мен айтайын, біреу звондап қалды ғой. Қай жерінде тоқтап қалды қыздарым? Ена иектен бастап былай қарай. Осылай мойынға. Сосын шаруаларыңызды жасап жүре бересіздер. Сосын где-то 15 минут болғаннан кейін алып тастайсыздар бүйтіп. Алып тастағаннан кейін жумаңыздар. Тағы да массаж жасаңыздар бүйтіп міне. Деп. Иә? Одан кейін екінші маска, мысалы, қолдарыңызда любой өздеріңіздің жақсы көретін маскалар бар. Допустим, мысалы, мынандай маска, менде мынау осы шарнабордың маскасы, мен оны барамда суға араластырамын. Иә? Оны екі қолға распределение жасаймын. Немесе үйдің маскасы болсын. Иә. Ортасынан шетіне қарай жүреміз.
сосын қиғашынан міне осылай қату керек та, кеу керек қиғашынан. Көздің астына костяшка дейміз, осы жерде сүйек, міне мұрын и сүйек, көзге қатты ішіне жақындатпаймыз. Сосын көздің тоғысқан жеріне бүйтіп өтеміз обязательно осылай. Осылай сол кезде подтяжка болады міне бізде. Жоғары жанына, жоғары жанына. Осылай мойнымызға, қолымызға и жатамыз, где-то 15-20 метр жатамыз, сосын барып жуып тастаймыз. Содан кейін үй жағдайының несі бар, мысалы овсяная мука, соны сүтке араластырып, немесе айранға араластырып, немесе сметана араластырып, үй жағдайында болады. Мен қазір сүріп тастаймын да көрсетемін. Свет ұстамайды ма? Соны комментарийға ашып қойдым, сіздермен байланысып отырайын. Үй жағдайында, например, овсяная мука дейміз. Міне дайындап қойдым не. Сметанамен ше. Оны алып, бүйтіп қасықпен жағыңыздар, сол кезде мына өзі қасықты өзін салқын болады ғой. Беттеріңіз упругий болады. Увлажненный болады. Үй жағдайындағы нені біз күн ара жасап, күнде жасаған жақсы негізі. Күн ара бір күні мысалы мен ан жасаймын, екінші күні үй жағдайында жасаймын да, күшті. Жасаймыз, көтеріп жасаймыз. Кукурузный мука болады, күшті ғой кукурузный мука. Жоғары қарай. Сосын мұрынға бәрін жағып тастаңыздар. Мойынға. Сосын кептау деген уақытта не істейміз? Бірінші сулаймыз, Мысалы, любой кукурузный мука, рисовый мука болсын, овсяная мука болсын, үй жағдайында, картоптан болсын, морковтан болсын, бананнан болсын, қатып қалған кезде резко жумаңыздар. Бірінші сулаймыз беттен. Қатыптыр, допустим, бүйтіп аласыздар, сулап аласыздар жылы сумен. Міне осылай. Овсянканы өзін суға араластырасыз, ол кезде. Таза фильтрированный суға. Міне ол жұмсардау деген уақытта скрабировать етіңіздер бүйтіп міне. Жайлап баспайсыздар, скраб жасайсыздар бүйтіп. Скраб жасап жайлап бүйтіп. Массажный. Осындай бүйтіп движениемен. Содан кейін барып жуып тастаймыз. Кәдімгі суға, жаңа айттым, қанжылым суға, қолыңызға толтырып суды аламыз да, кранға жуамыз. Егер де беттеріңіз қатты құрғақ болса, аптасына 2 рет жасасаңыз болады. Егер беттеріңіз комбинированный болса, комбинированный, жирный болса, онда күнде жасасаңыздар болады. Күн ара ол мысалы сіздің өзіңіздің жақсы көретін мұндай жасап жүрген маскаларыңыз. Ал үй жағдайында тоже күн ара болады, сол кезде күнде болады. Бірақ 10-15 минут, көп емес, жарты сағат жатпаңыздар. Гороху болады, гороху болады. Мен алып тастадым. Сосын беттеріңіз жуасыздар ғой, мына сүлгімен жумаңыздар. Мен мынандай екінші суымды алайын. Бумажный полотенце бар. Вот сонымен сүртіңіздер. Немесе өздеріңізге арнап осындай сүлгі дайындап қойыңыздар. Кішкентай ғана сүлгі, өздеріңіз беттеріңізге арнап қойыңыздар осылай. Рисовый болады, Болады рисовый, жаңа айттым ғой, рисовый болады.
енді ертең бізде сабағымыз басталады ғой, мынау енді сыйлық сабақ қой, подготовительный. Ертең негізгі сабақтарымыз басталған уақытта сол кезде біз көптеген маскаларды айтатын боламын тағы да. Міне болдыңыз. Болғаннан кейін массаж жасасаңыздар болады. Мен онда көрсетіп жіберемін. Бұны ертең қайталайсыздар. Бүгін қайталайсыздар, енді жұмыстан кейін болсын. Көре алмаған қыздар міне. Енді жаңа движениемен массаж жасасаңыздар болады. Мен жаңа көрсеттім ғой, тағы да көрсетем. Бет тап-таза, иә, міне, маска жасамай тұрып деген сияқты. Кішкене май аламыз. Қазір бір жаққа баратсаңыздар, жасап алыңыздар. Майды қыздырамыз. Қыздырамыз да, бүйтіп. Құлақтың астынан былай қарай. Құлақтан бәрі тіркеліп жатыр да, то қазір біз дейтін негізгі сабақтарымызды енді бастаймыз. Но енді бізде сыйлық сабақ. Обязательно жуып үйрену керекпіз бетімізді. Мойныңды сылап бастаңыздар обязательно. Мен мына движение қараңыздар мен. Ортасынан солға қарай жүреміз, оңға қарай міне. Оңға, солға. Енді таңдайға тіліңізді жабыстырыңыз. Мына движение болады міне. Мына подбородок кетеді. Сосын мына иектер мына жерге дейін ғана. Таңдайға. Таңдайыңызға мүсеңіз бітпеңіздер. Демеңіздер просто. Сосын осылай қойып аламыз да, мен былай жасаймыз. Басымыз оңға, солға. Тек подбородок, екінші иек. Құлағымыздың жаны, міне, сұқ саусақ құлақтың арт жағы. Міне екі жағымыз. Жоғары төмен осылай. Төмен, бір, екі, үш. Молодцы. Енді ішке қарай. Манағы сол массаждың несі, түрі, манағы біз жуағандағы, тап соны маймен жасаймыз. Міне. Шайна бұл шығыды. Тұз міне. Сол кезде бізде бас бармақ осылай тұрады да. Міне осылай. Сосын кішкене ауыздарыңызды ашыңыздар. Мұрын и көздің айналасы. Кішкене ғана май аламын. Көп емес май. Көздің айналасына жүр көп алуға болмайды. Тек қолымыз жылжылса болды. Батырын құраймыз. Түсеміз жайлап. Батырын құраймыз. Төмен қарай жайлап. Батырын құраймыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8 дейміз да. Төмен қарай. Бүйтіп жібереміз. Келдік өне, и былай қарай. Төмен. Сосын маңдай. Тоже костяшка дейміз міне. Бүйтіп істесеңіздер болады. Немесе былай істесеңіздер де болады. Бірақ ішке қарай емес міне. Кетті ғой. 1, 2, 3,
4, 5. Енді былай міне. Ортасынан 1, 2, 3, 4. Межбровканы алуды ұмытпаңыздар міне. 5, 6, 7, 8. Енді барымызда былайғаны қоямыз да, екі жаққа ашып, саусақтарымызды қойып, төмен қарай, құлақ көтерілеміз, төмен, желкемізді құшақтаймыз, мынау жақ қолқымыз дейміз, төмен қарай. Енді екінші жиектен бастап жоғары көтереміз, ашамыз бетіміз, төмен түсеміз, қолқыны аламыз, осылай жайлап қолымызды үйретіп бастаймыз, негізі техникаларға шейін. Қолды үйрету керек. Мысалы, бірдеме жасап жатқанда қыздырынады, мысалы, самолет ұшайын деп жатса не істейді? Қыздырынады, сосын барып ұшады. Сол сияқты қолдарыңызды үйретіңіздер, беттеріңізді тазартып жайлап үйретіңіздер. Сосын біз глубоко жұмыс жасап бастаймыз. Енді майды қалдырмаймыз. Майды қалдырмаңыздар. Тағы гелді аламыз да, сау бол. Баламны ауыстырып пеш суды. Жылы қылып істеп пеш. Қолға, гелді қолға аламыз осылай, бетке емес сразу. Осылай. Қазір. Жылдан чиз қимылда. Олаймыз, краны алып бере бер. Сосын тщательно майды қалдырмаймыз. Толтыршы ішіне, бұдан қоймашы. Краннан құя берші деймін. Тез бол. Қолым құрап атыр. Жылы деймін, жылы балам. Жылдан қимылда. Бұл жарайды. Мына жерлерімізді. Еріне. Ішке қарап етіп аласыз ғой, шын ұрып. Ерін. Сөйлеп жарып, қолым шапшаң. Үйренеді. Қолым қабақтың үсті, қабақтың асты. Қабақтың үсті, қабақтың асты. Уже беттеріңіз күшті болып қалды осыдан кейін. Сосын барлығын жұп тесті ғой, сумен бетіп, қан жылымсу, қан жылымсу. Мұздай болмайды, ыссы болмайды, тітіркенеді. Балам, осы өтсейді. Мешет етіп отыр. Мұры, көз. Сосын крем жағымыз қазір. Крем жағып, сосын бір далашамыз. Кремсіз дала ашпаңыздар. Кімде қандай крем бар, любимый әр адамның өзінің крем болады. Міне жылдам массажымызды жасадық. Экспресс дейміз ғой. Бір жаққа асып барсаңыздар, бетті де жуу керек болады, массаж жасау керек болады, кремді жағу керек болады, масканы жасау керек болады. Соның бәрін жасадық. Бәрін жасадық жаңа. Сосын бетімізді кішкене ғана мысалы сулап жудыңыз ғой, макать етеміз тек қана. Қатты құрғатпаймыз, өйткені крем жаққан уақытта бет ылғалды болу керек. Полностью құрғаққа болмайды бетті, өйткені сіңбейді. Мен нем қайда? Крем жоқ қой. Қолға алдық кремді, ұшына бүйтіп қоямыз осылай міне.
Мойын, міне, мойын обязательно. Көздің айналасы, маңдай. Распределение жасадық. Мойынға обязательно крем жағамыз, болмайды крем жақпаса. Кремді сіңдіреміз. Көздің айналасы. Мынандай жасаймыз. Похлопывающий движение. Жақсы сіңеді. Көздің айналасында әжімдер ұсақ әжімдер кетеді сол кезде. Осындай дұрыс жақсақ егерде әжімдер уже кетіп бастайды. Маңдай, жоғары, жанна, жоғары, жанна. Сосын на движение мне. Бетіміз деген уже мышцаларымыз деген упругий болып бастайды. Орты бар ғой, соны бүйтіп активизировать етеміз, белсенді. Сосын шымшылаңызды бүйтіп. Крем күшті сіңеді, бетке жақсы қан жүгіреді. Сосын бетіңіздер. Жай көрсетіп отырмын. Маңдайы. Сосын обязательно бетіңіздерге. Дейміз да, вдох жасаймыз. Одан сайын клеткаларымыз ашылады. Кислород. Вдох жасаймыз. Выдох. Вдох. Дейміз да, я королева деңіздер. Бүгінгі күнге өзімізге сәттілік тілейміз да. Барлық әлем бар жақсылығымен, байлығымен келеді деп күн жағын жүрген кезде айта береміз.